Құрметті қазақстандықтар, менің есімім Ерлан Әлімбаев. Мен Қазақстанның Үндістандағы елшісі болып табыламын. Қазіргі қиын-қыстау кезеңде әрбір мемлекет, әр отбасы және әрбір азамат өзінің шама-шарқы келгенше бастан өткеріп, әрекет етуге тырысып бағуда. Бірақ менің ойымша, біздің өмірімізді неғұрлым қауіпсіз және осы сынақтан сүрінбей өтуге жағдай жасап жатқан жандарды ұмытпауымыз керек. Бұл ең біріншіден дәрігерлер, медицина саласының қызметкерлері, сондай-ақ тәртіп сақшылары, мәдениет және өнер қызметкерлері, дипломаттар, журналистер және басқа да мамандық иелері. Біз үйде отыру арқылы, үйдің ішінде қалу арқылы оларға қолдау көрсетеміз деп сенемін. Біз міндетті түрде жеңеміз. Біз біргеміз. Адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған осынау сәтті бірге өткізудеміз. Дәрігерлерге, медицина қызметкерлеріне көмектесу үшін және адамдардың жаппай ауырмауы үшін бүкіл адамзаттың тең жартысынан астамы үйде отыр. Мен үшін бұл кезін адамзаттың өрлеп, ilgiro'ning ko'rinishi. Bir-birimizning kamimizda o'ylab, bir-birimizga ko'maklashamiz. Alors mes amis, encore un peu de patience. Еще потерпеть. Tous ensemble, все вместе, без біргеміз. Дорогой народ Казахстана, вас приветствует Лиат Вексельман, посол Израиля в Казахстане. Я хочу вам в эти тяжелые моменты послать позитив и наилучшие пожелания. Сейчас мы празднуем замечательные праздники, которые приветствуют весну. Я уверена, что все тут, и врачи, которые нам так хорошо работают, и госсектор, и малый и мелкий бизнес, и артисты, и повара, и дети, и воспитатели. Все мы это пройдем вместе, и все будет хорошо. Посылаю вам наилучшие пожелания, позитив, без бергемис. Қадірменді қазақстандықтар, мен Ерлан Дәкенов, Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік академиялық филармониясының бас директоры. Мына әлемде болып жатқан жағдайға байланысты шынында да қазір барлығымызға бірінші сабырлық тілеймін. Яки осындай қиындықтарды бастан өткеріп жатырмыз. Соған да бола мойымай, бүгінгі таңда алдыңғы қатарда жүрген біздің ақ халатты абзал жандарға және де полиция қызметкерлері, әскери қызметкерлерге және де осы таңда шынында да халықтың көңілін көтере мәдениет саласындағы барша жандар онлайн концерттермен де көңілдерін алып жатыр. Сондықтан да біз шынында да біргеміз, осындай тарапта жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Барша ақ халатты абзал жандарға алғысымызды ақтара отыра біз біргеміз деймін.